Барлығына сәлем. Бүгін біз осындай дак матасынан, яғни су өткізбейтін матадан шопер тігетін боламыз. Қазіргі таңда бұндай шоперлер өте сәнді, трендте және өте ыңғайлы. Ендеше бірге тігейік. Ең алдымен экранда көрсетілген сызба бойынша маталарды қиып аламыз. Мінекей мен қиып алдым. Иықтан 2 дана, қалта бір бөліктен ғана тұрады, және жалпы шопердің матасы ұзын бір мата шығады. Бірінші, мына шопердің жоғарғы жағынан 1 см қайырамыз, одан кейін 2 см қайырып үтіктеп аламыз. Бір жағын және екінші жағын тура солай жасаймыз. Бізде түзу сызықтар шығу үшін мен алдымен сызып аламын. Бірінші 2 см сызам, себебі бірінші 1 см қайырғанда біз осы 2 см бойынша үтіктейміз. Содан кейін 5-ті сызамын, себебі бірге қайырып 2 см қайырғанда 5-ке әкеп қоямыз. Енді осы үтіктеп алған жерге шетіне 3 мм жеткізбей тігіп шығамыз. Екі жағынан закрепка береміз міндетті түрде. Тігісті үтіктеп аламыз. Иық бауларын бірінші 1 см-ге қайырамыз, екі жағынан да. Содан кейін тура 2-ке бүктейміз. Тура осылай үтіктеп аламыз. Үтіктеместен бұрын тура алдындағыдай сызып алсаңыз болады, сонда 100% дұрыс шығады. Шетінен 5 мм жеткізбей, екі жағынан да тігіс жүргіземіз. Екі иықты тігіп алдық. Енді қалтаны тігетін боламыз. Қалтаның көлемін сіз қалағаныңызша алсаңыз болады. Қалтаның салатын жағын қазір тура жаңағы шоперді тіккендей тігеміз. 2 см, 5 см сызып алып, үтіктеп шығамыз. Мына шетіне 3 мм жеткізбей тігіп аламыз. Закрепка береміз. Тігісті үтіктейміз. Енді жан жағынан 1 см қайырып үтіктеп аламыз. Осындай қалта пайда болады. Енді қазір қай жерде орналасуын керектігін белгілеп аламыз. Осындай бормен сыған өте ыңғайлы, себебі үтіктегенде бірден өшіп кетеді бұл. Осылай 11 см алғым келіп тұр. Төбесінен 11, жан жағынан 10 см. Енді осы жерді сызып аламыз. Бір матаны ғана қалдырамыз. Тура осы сызық бойынша қазір қалтамызды орналастырып, инемен түйреп аламыз. Қазір мен мына жерден бастап закрепка беріп, осы соңына дейін тігіп шығамын. 0,4 мм-де тігемін. Осындай әдемі қалта шығады. Қазір иық бауларын тігетін боламыз. Ол үшін жан жағынан 10 см қалдырып сызып аламыз. Осы сызып алған жерге бауымызды орналастырамыз. Мына сызыққа тіккен жерге 1 см асырып бауды орнатамыз. Инемен түйреп аламыз. Сонда осындай бау шығады соңында. Бірінші мына тігіс бойынша тура тігіп закрепка береміз екі жағынан. Мына шығып тұрған, сетінеп тұрған жіптерді 0,5 см жеткізбей қайшымен қиып тастаймыз. Осылай. Бауды оң қаратамыз. Инемен түйрейміз. Осы жерде сіз қалағаныңызша декорлық тігіс жүргізсеңіз болады. Z әрпін жазсаңыз болады, немесе 2 параллель сызық тіксеңіз, немесе хат тәрізді тігіс жүргізсеңіз болады. Ал мен қазір 2 параллель тігіс жүргіземін, маған сол жеткілікті. Осылай тігіп алдық, енді үстінен үтіктеп шығамыз. Шоперіміздің жан жағын тігетін боламыз. Ол үшін
шопер осылай оң қарап тұру керек, және шеттерін түйреп аламыз. Және 1 сантиметр жеткізбей закрепка беріп тігіп шығамыз. 0,5 мм жеткізбей артық жіптерді матаны қиып тастаймыз. Шопер теріс қаратамыз. Астарын осылай өткіземіз осы тігісті. Барынша ашып. Енді түйреп аламыз. Түйреп алғаннан кейін тігін машинасында 1 сантиметр жеткізбей закрепка беріп тігіп шығамыз. Тігіп шықтық. Ішінен осындай сапалы тігіс шығады. Ешқандай жіп шығып, сетінеу болмайтын болады. Шопердің асты болу үшін осылай бұрышты тауып аламыз. Сол бұрыштан солға 5 сантиметр сызамыз, жоғарыға 5 сантиметр және төменге 5 сантиметр қалдырып, инемен түйреп аламыз. Закрепка беріп, соңына дейін тігіп шығам. Артық жіптерді қиып тастаймыз. Бұрышты үтіктеп аламыз. Бұл жерді қиып тастауға да болады 1 сантиметр жеткізбей. Мен бірақ осылай қалдырамын. Осымен шоперіміз дайын, өте сапалы тігілген, ыңғайлы әрі трендте. Міндетті түрде тігіп көріңіз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және каналға жазылып қойыңыз. Алдағы уақытта жаңа мастер-класстар шығатын болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.